Сәлем достар, бүгін Қарағанды қаласында осындай кішкентай сәбиіміздің тұсауын кесуге шақырды мені. Мен бұл кісілерді танымаймын. Қазір барып танысамыз, тамаша қызымыздың тұсауын кесіп, жолығышамыз. Бар, бірге бірге көрейік, жүріңіздер. Кішкентай тұсау кесейін деп жатқан қызымызға осындай күмістен, соколовтан жасалған түйреуіш алдық, көз тимесін деп. Тұсау кесерге бағып алдық. Осы үйден қой бола берсін. Балалар басып қойлатып, елдің алды болып, өнерлері өсіп, жақсы туысқан болайық. Лажымызды аяғына байлайық. Жолымыз ақ болсын қашанда. Осы үйдің тірегі бол, әке-шешеңнің. Үлкен сахнада көрінетін жұлдыз бол. Әдемі, сұлу қыз бол. Елдің қалаулысы, халықтың елеулісі бол. Баршаның балалар бол. Бас балам, қадамыңды бас балам. Күрнеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деп. Тұсауын кесіп жіберейік. Тамаша гүл алды. Үш гүлді осының өзінің. Өзінің үйінің гүлді, машинасының гүлді, өзінің бизнесі кабинетінің гүлді осының. Ата-анасының алға қойған мақсатын қолдасын. Менен кішкентай мынандай күміс не? Рахман, рахим, көз тимесін. Билеп тұр ғой, билеп әнші болады. Әнші болсын деп мамасы ұрымдапты, әнші болады, иә? Сахнаның көркі болсын. Асылым, бізге қарап тосын деп тосын. Осындай тамаша көйлек тек қана менде бар. Ұлжан брендтан маған үлкен сыйлық бүгін тұсауын кескен. Рахмет. Кейін осы көйлекті менен сахнадан көретін боласыздар. Ұлжан брендтан жасалған. Мына көйлек сізге арнайы тігілген. Өнеріңіз өсіп, одан биіктеп, одан да биіктерге жете беріңіз. Бақытты болыңыз отбасыда. Сол қуаныштымын өзім. Қуанып толқып өзіне айтып тұрған өзім білмеймін. Біз де өте қуаныштымыз. Рахмет. Осылай инстаграмнан жазып елінің елеулі, халқының қалаулы, маңдайында жарқыраған жұлдызы бар, халыққа танымал. Смотри. Мынандай әдемі сәнді киімдерді мамасы тігеді екен, иә? Көреміз бе? Әдемі камзолы бар. Әдемі шапкасы бар. Вай. Не деген сұлу. Балапаным қаз-қаз, ботақаным байлап, қадамыңды бас, айналайын тәй-тәй, бала
Kısa